Ал бисмилля, бастайық. Бүгінгі тақырып реніштен қалай арыламыз деп аталады. Реніштен қалай арыламыз деп аталады. Қараңыздар, барлық жерде айтыла береді. Мен ондай ақылды, жаңағыда итакта сіздер білетін әңгімелерді айтқым келіп тұрған жоқ қазір. Реніштің қандай зиян екенін, ол не үшін бізге зиян болатынын, оның барлығы білесіздер. Тіпті исламның өзінде де айтады, мұсылман адам 3 күннен артық мұсылманға ренжуге болмайды деген сияқты. Неге бізге осылай 3 күннен артық ренжуге болмайды деп, неге бізге ренішке тыйым салды, Алла Тағала? Өйткені реніш расымен де біріншіден сол ренжіген адамның өзінен басқа ешкімге зиян келтірмейді. Сіз біреуге ренжіп жүруіңіз мүмкін, бірақ ол давно ұмытып та кеткен шығар, оны вообще ойлап та жүрген жоқ шығар, оның есінен шығып кеткен шығар, сөйтесіз да әркім өзіне, мысалы, әр ренішті бір шіріген картошка деп алатын болсақ, оны бір ауырлап жүре береміз, как будто әр адамға ренішіңізді бір картоп ретінде арқалап жүретін болсаңыз, кеше ғана эфирде айттым ғой, мына А точкасына Б точкасына бару үшін арқасына бір қап картопты арқалап алған адам цельге тез жетеді ме? Яғни бару керек болса бір жерге, бір көшемен 2 адам кетіп бара жатырса, жоқ, ешқандай да картошкасы да жоқ, картоп жоқ, ештеңесі үстінде жүгі жоқ адам тез жүреді ма? Әлде үстінде жүгі бар адам тез жүреді ма? Естественно, белгілі. Енді қараңыздар, егер де сіз өзіңіздің бір қалаған цельдеріңізге жетпей жүрген болсаңыз, вот қанша кейбір кезде болады, Аллахтан қанша дұғалар сұраймыз, бірақ осы никак жетпей қоямыз да, орындалмайды цель деген нәрсе. Сондай бір нәрсе болып жүрген болса, мүмкін ішіңізде реніш толып қалған шығар. Қараңыздар, Аллах Тағала бізге жүрек деген берді. Біз моторымыз, кәдімгідей. Хадис бар, білесіздер, адамның денесінде бір тілмет бар. Ол таза болса, бүткіл дене таза деген сияқты, Ал ол лас болса, бәрі лас. Мынау жүрек деп алайықшы. Мынау жүрек. Осы жүрек негізінде кәдімгі бізді Аллах Тағала жаратқан кезде бұл тап-таза болды, және бұл жүректің ішінде көп нәрсе бар. Махаббат бар, мейірім бар, осы ішімізге, жалпы біздің ішімізге. Өзіміздің бүткіл потенциалдарымыз, неше түрлі кәдімгі идеялар, фантазиялар, әдемі көңіл күй, шынымен де өзімізді табуға арналған, мына өмірден өзіміздің кірпіш болып қалуымызға арналған неше түрлі потенциалдар жасырынған ішімізде. Бірақ біз оны сыртымыздан іздейміз, көбіне. Енді қараңыздар, мына осы ішімізде жасырылған бір саф алтын, осының ішінде барлығы бар, бір бриллиант тас деп қарайтын болсақ, бұның сыртын өсе келе бүйтіп бір қабат жаңағыдай реніш, бір қабат тағы реніш, қорқыныштар, неше түрлі нәрселер бүйтіп қаптап тастайды да. Енді ойлаңызшы, кез келген, мысалы, сіздің де басыңызды орап қаптап тастаса, сіз де естімейсіз ғой, сырттағы нәрселерді естімейсіз, және сіздің де дауысыңызды, үніңізді естімейді адамдар, Тура сол сияқты, мынаның жүректің сыртын, ішіміздегі бриллианттың сыртын қаптап тастағанбыз, неше түрлі обидамен, қорқынышпен, өмірге деген налу, тағдырға деген налу, әйтеуір недовольство, шағым, жертва, осындай нәрселермен қаптап тастағаннан кейін, мынаның сырты слой осындай қабат-қабат болғаннан кейін, өзіміздің ішкі үнімізді, жүрегіміздің үнін, өзіміздің ішкі даусымызды естімейміз. Адам өзінің ішкі даусын естімеген кезде, енді көп психологтар сіздерге айтады, вот өзіңізден сұраңыз, неге сол сізге керек болды? Неге мына жерде сіз не сезініп отырсыз деген кезде? Білмеймін. Ештеңе сезбейді. Көп адамдар, мысалы, мен приемда жасаған кезде сұраймын ғой, не сезініп отырсыз? Мен білмеймін, ештеңе білмеймін, пустота, жауап келмейді маған деген сияқты да. Неге? Біз до такой степени сондай шумный болып кеткен, айналамыздың барлығы, өзіміздің үнімізді өзіміз естімейміз. Енді қараңыздар, сіз терезеңізді ашып қойдыңыз, балконды болса, жерде тұрсаңыз, терезеңізді, есігіңізді бәрін ашып қойдыңыз, есіктің көшенің бойында тұрасыз, ары-бері машина өтіп жатыр, адамдар өтіп жатыр. Сондай кезде екі адам бір-бірімен сөйлесетін болса, деп сөйлеседі, болмаса айқайлап сөйлеседі, әйтеуір, немесе үйдің ішінде бір адамдар көп жүрсе, музыка ойнап тұрса, телевизор қойып тұрса, әйтеуір ондай кезде екі адам бір-бірімен деп сөйлеседі, яғни екеуі де айқайлап сөйлеседі, бір-бірлерімен. Екеуінің де айқайлау үшін әшейін сөйлесудің өзі мысалы күш кетпейді, ал айқайлап сөйлеген кезде екесе деген үшін күш қосасыз ғой. Яғни екі тараптан да күш кетеді, артығырақ күш кетеді. Тура сол сияқты біздің айналамыздың барлығын, әсіресе миымызда артық диалогтар, артық ойлар көбейіп кеткен кезде, прям қатты осындай көп болып кеткен кезде, шумный нәрселер, біз ішкі үнімізді естімейміз. Бұл байғыз сырты қапталып слойға толып қалған ішіміздегі жүрек, бұл байғыз айтқысы келеді негізінде. Бұл байғыздың айтары бар негізі. Ішімізде бұның ответі бар. Кез келген сұраққа өзіміздің ішімізде ответ бар. Біз туралы сұраққа, мысалы, мен туралы бүткіл сұраққа менің ішімде жауап бар. Мен оны сырттан іздеймін. Неге? Әркімнен сұраймын да, анадан сұраймын. Сонда ол не деген сөз? Неге мен, мысалы, мен сұрайды Балқи ханым, неге мен осы ренжи берем өзіме? Ренжігім келмейді адамдарға. Бірақ мен неге ренжи берем деген сияқты сұрақтар қояды да. Ол сұрақтың жауабы сіздің ішіңізде. Бірақ
жаңағы слойдан ол айтып жатса да сіз естімейсіз. Енді сіз бен біздің мақсатымыз осы слойлардың барлығын, қабаттың барлығын бір-бірлеп ашып тастау. Иә, кәдімгідей барлығын бір-бірлеп ашып тастау. Енді қараңыздар, бір ғана эфирден кейін қазір мен бір техника бере қаламда, сосын мына жерде отқандарыңыз барлықтарыңыз прям обидадан бірден пук кетіп ашып тастап, сосын ішіндегі вау деп бүйтіп жүрек шығарып салады да, бәрі күшті болып кетеді деп айтпаймын. Обида деген, реніш деген, кешірім деген нәрсе кәдімгі психикамызға біздің травма келтірген, кәдімгідей бізге жылдар бойы жиналған мынандай слойдың барлығын бірден ашу оңай болмайды. Және бұл бір эфирден де ол ашып кете саласыздар деп ойламаймын. Мен сіздерге иншалла бағыт-бағдар жолдарын көрсетемін. Сіздер бүгіннен бастап өздеріңіз осы қабықтарды ашуды бастайсыздар. Енді ойлаңыздар, жайлап бір слойды алатын болсаңыз, екі слойды алатын болсаңыз, түбінде білесіз бе, егер де мынандай нәрсе бар да, мысалы менің ұстазым айтады да, бір жерім ауырып тұрса, енді ауырады ғой, басың ауырып қалса, аяқ астан тісім ауырса, ішім ауырса, әйтеуір бір жерім ауырса, есіңе түсір, кімді ренжіттің? Кімді ренжіттің, есіңе түсір деген сияқты маған сұрақ қояды да. Егер де біреуді ренжіткен болсаң, осындай ауру есебінде саған сигнал келуі мүмкін. Шынымен де, енді бұрындары ұзақ шынымен кімді ренжіттім, баяғыда бала күнде біреуді ренжіттім ба, или анадан кеп тұр ма, или мынандай ма, әйтеуір сөйтіп ойлайтын болса, қазір уже ответ тез келеді да ондай кезде. Вот білмеймін, мүмкін бұл рас па, өтірік па, бірақ менен сөйтіп ұстазының сұрайтыны бар да. Сондықтан егер де шынымен бір жеріңіз соңғы кезде әсіресе вот психосоматика деген нәрсе бар ғой, біз аурудың барлығы ренішпен тікелей байланысты десе сенбейміз. Әсіресе онкологиялық аурулар, әсіресе бауырмен байланысты аурулар. Вот реніш деген нәрсе жинала береді, осы бауырға кеп жиналады барлық нәрсе. Бауыр кәдімгідей ол боль болады да, кәдімгідей бауырға нагрузка болады, артық болады бауырымызға. Сондықтан енді қараңыздар, біз не үшін ренжиміз? Бір мысал айтайын. Мысалға сіз өзімді айтайын, есіктің алдына шықтым да, бір жерге бардым, бір зданияға бардым, болмаса сөйтіп көлігім бар, көлігімді қойып қойдым. Көлігімді есіктің алдына қойып кеттім парковкаға, сосын шықтым, бір жерге кіріп шықтым, врачқа кірдім ба, болмаса тойханаға кірдім ба, әйтеуір кіріп шықтым, аптекаға кіріп шықтым. Сөйтіп шықсам, менің көлігімді сол жерде жүрген, білмеймін, дворник па, есіктің алдына сыпырып жүрген, или сол жердегі охранник па, біреу мен көлігімді тізіп кетіпті. Мысалға айтайықшы, көлік тізіп кетіпті. Сөйтем да мен ол кісіге барып айтам. Тура сол кезде моментте менде ашуланам, эмоция шығады. Сөйтем да, сіз кімсіз вообще, қызықсыз ба деймін, сіз неге, сіз мен машинаны неге бүлдірдіңіз? Вообще басың істей ма сенің деген сияқты да. Қуасың ба, дорогой машина ғой, или нандай осындай момент, сол моментте біз айтып аламыз, яғни ішіміздегі тура тамақта тұрған эмоцияны біз та-та-та-та-та шығарып тастаймыз. Сол моментте ашулануымыз мүмкін, бірақ осылай шығарып тастаған кезде мен ол кісіге кейін уже астады қалмайды. Бір күннен кейін, екі күннен кейін қалмайды. Енді қараңыз, тура сол жерде ана дворниктің орнында, болмаса ана охранниктің орнында менің бір туысқаным болса, немесе мен бір танысым болса, мен бір досым болса, мен оған айта алмаймын олай. Басың істей ма, сіз кімсіз вообще? Не істедіңіз мынаны? Давай төлеп беріңіз маған, или деген сияқты мен айта алмаймын. Не үшін? Өйткені мен оны жоғалтып аламын. Ол ренжиді. Сосын мен онымен арам алыстап кетеді деп мен қорқамын. Ал анау бөтен адамнан алыстап кетуден менің миым қорқпайды. Алыстай берсін, ол кім маған? Ештеңе керек емес қол маған деген сияқты. Яғни бұдан шығатын түйінді. Біз көбіне жақын адамдарымызға ренішті сақтаймыз ғой, енді ол алыңызда бәріне деп айтып тастаңыз деген сөз емес. Бұл жерде эмоционалды интеллект деген нәрсе бар. Яғни ең көп ренжитініміз бұл біздің осы жақын көп көретін адамдарымыз. Әсіресе біз өзіміздің ата-аналарымызға көп ренішіміз қалып кеткен да іште. Ужас, как это может быть? Ата-ана дегенге ренжитін кімсің сен? Ол сен дүниеге алып келді ғой деген сияқты бір сөздер айтады да. Білмеймін, бір ұстаздарға барсаң, болмаса әйтеуір бір жерде видеоролик көріп атсаң, ата-анаға ренжуге болмайды бірдеңе деген сияқты. Бұл да бір қоғамның таңып тастаған бір шектеулігі да, бір білмеймін, ограничение деген сөз. Мен психолог ретінде айтатын болсам, барлық адамда ата-анасына реніш болады. Ладно, өскеннен кейін уже сіз есейдіңіз, ол кезде жақсы жаман екенін, ата-ананың қадірін, оның кішкене ақыл сізге оң кіре бастаған кезде білесіз, оларға ренжуге болмайтынын, или кішкене оқыдыңыз деген сияқты. Ал кішкентай бала кезіңізде сіз білмейсіз, оларға ренжуге болмайтынын. Сіз кәдімгі барлығы, бала қайтып ойлайды, позиция ребенка деген нәрсе бар. Барлығы менің айтқанда болу керек. Бұл әлем, мен мороженое жегім келсе, мороженое жеуім керек. Чупа-чупс жеймін десем, жеуім керек.
деп ойлайды да, сосын баланы магазинге апардыңыз, 1 мороженое жеді, 2 мороженое жеді, 3 мороженое жеді. Ай, қойсайшы, ертең тамағың ауырады десең, хочу я деп жылайды да балдар, или жылайды, ренжиді. Вот сол кезде бала ойлайды, дәл қазір маған бермей тұр ата-анам дейді да, ол ренжиді сол кезде. Ал сіз үлкен адам ретінде, оған жауапты ана ретінде сіз біліп тұрсыз, ертең бұл мороженое жесе, балмұздақты жесе, ертең оның тамағын ауыратынын біліп тұрсыз. Осы кезде баланың миында ата-анасына деген фук кетеді да, бір қабат слой реніш қалыптасып қалады бала кезде. Ол өзі білмейді оның қалыптасып қалып жатқанын, иә? Осылай бір қалады, сосын жаңағыдай көйлек әпермедің, үйтпедің, бүйтпедің, вечерге сұранған едім, жібермедің, бірдеңе. Қазір мүмкін есімізде де жоқ шығар. Бірақ өйстіп қалыптасып кетіп жатқан слойлар, өйстіп сақталып жинап қалып жатқан осындай реніштер байқатпай біздің кәдімгі жүрегімізде, біздің подсознаниемізде, кәдімгі біздің ішкі жағымызда. Бұлардың барлығы бүйтіп складывается, кәдімгі сақтала береді да. И өскен кезде білмейміз да, не болып жатқанын білмейміз. Ата-анамызбен ортада эмоциональный блок бар. Оларға киім әпереміз, орамал әпереміз, машина әпереміз, сыйлық береміз, инициал салып береміз, сотка әпереміз. Бірақ мам, жаным сол, или пап, мен сені жақсы көрем. Мен осындай тағдырыма сен сияқты ата-ана бергеніне мен разымын. Жаным кеш, сен құшақтайын деген сияқты нәрселерді айта алмаймыз. Неге? Ортада бір эмоциональный блок тұрған сияқты. Иә, біз оларды жақсы көреміз, ол жаман көреміз деген сөз емес. Бірақ осындай бір эмоциональный блок тұрады. Көп адамда. Неге? Анау жүректің түбіндегі нәрсе бәрібір бала күнде қалып кеткен нәрсе ғой. Осы нәрсе жиналған обидалар деп аталады, иә? Енді қараңыздар, реніш қай кезде бізде көбінесе слой болып жиналып қалады. Біздің қоғамдағы сіздің әртүрлі ұғымдарыңыз бар, мысалы ата-ана, иә, мама, папа, іні, бауыр, әпке, там кім бар, мұғалім, директор, апай, коллега, достарым, әйтеуір осы қоғамдағы адамдар, болмаса кез келген бір күйеу, ене деген сияқты менің, сіздің, осы жерде отқан әрбіріңіздің соларға қойған бір ұғымыңыз бар, өзіңіздің бір пікіріңіз, представлениеңіз бар, болмаса образыңыз бар. Яғни сіз тізімге, әркімнің өзінің тізімі бар деп айтайықшы. Мысалы, мен Балқиямын, сіз әркім өзіңіздің атыңызды айтыңыз да, сіздің тізіміңіз бар. Енді қараңыз, сіздің тізіміңізде, мысалы, ана деп алатын болсақ, иә, ана ол қандай болу керек? Ол деген мынандай болу керек, мынандай болу керек деген болды осы тізім. Ары қарай папа, ол қандай болу керек? Ол мынандай болу керек. Ары қарай кеттік бауыр, ары қарай кеттік бастық, дос, или там күйеу, ене, ол мынандай болу керек. Енді келеміз да, жаңағы бала күнімізде болмаса өсе бастаған кезде, жаңағы миымда, әр адамның миында осындай тізім болады. Өзі жасап алған, білмеймін, осындай бір грамкілер болады. Сол мен жазған тізімге анау адам сай келмей қалады. Осы мен жазған рамкеге ол адам сай келмейді. Что-то күйеуге тидің, келдің де күйеуге тидің, ана күйеу мынандай болу керек деген өзім тізім жасап алдым. Сөйттім де сол тізім әр адамның миында подсознательно осындай список бар. Сол тізім бойынша күйеу, ол заботливый болу керек, күйеуіне, әйеліне махаббатпен қарау керек, балдарына өйту керек, мына жерде бүйту керек, ол еще ақша табу керек, ол бүйту керек, сөйту керек. Сол кезде ғана мен күйеуді күйеу деп қабылдаймын да. Күйеуге тидіңіз, мына жердегі мынандай болу керек деген список бәріне дың галочка қойылып шықты да. Что-то мына жерге келген кезде бір 2-3 тізімге галочка қойылмай қалды. Так, что-то не так деген кезде, осы кезде автоматически обида появляется. Примерно түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қоғамда да сондай. Бір қазір сіз психологты немесе мені Балқия Балтабайға да тізім жасап алдыңыз. Так, Балқия Балтабай, бұл орамал тағады, бұл эфирде әдемі әңгімелер айтады. Значит, бұл жаман сөздер айтпау керек, бұл ұрыспау керек, ашуланбау керек. Бұл психологқа вообще ашулануға болмайды. Нандай. И бір күні вдруг бұл орамалда еще бұған музыка тыңдауға болмайды. Или бірдеңе өзіңіз шектеу, өзіңіз жасап алдыңыз, оны мен қойып берген жоқпын. И бір күні мен сториздерін бір жерден или дайректке жазыңыз да. Мен білмеймін, вдруг бір ашуланған кезіме тура келіп қалдыңыз да. Мәссаған, анау мен что-то жазған тізімме тура келмей қалды ғой. Мынау дұрыс адам емес екен. Негізі үйтсе болады ғой, бүйтсе болады, вообще эфирде басқа сөйледі ғой мынау деген. Ойбай, мынау деген вообще грубо екен ғой, или ана тәкаппар екен ғой, мынау вообще жұлдыз болып кетті ғой, или бірдеңе. Кез келген адамға кімге кішкене болсын, ойбай, даже біреуді осуждение жасайтын болсаңыз, критиковать ететін болсаңыз, қоғамда біреу мини-юбка киіп жүрсе, или сізге ұнамайтын қара орамал тағып алып бірдеңе, қара орамал тақпау керек деген тізіміңіз бар. Алдыңыздан қара орамал таққан адам тағып алыпты, анамнан шынды ма, жап-жас болып өзін кемпір қылып, или там мини-юбка киіп алса, ұялмайды ма, әке-шешесі айтпайды ма екен бірдеңе. Осы нәрселердің барлығы критика, осуждение, біреуді сынау, міне өсектеу, ғайбат, бұның барлығы жаңағы слойларды жинай береді. Жүректің ішіміздегі әп-әдемі саф алтын бар, бізде тап-таза мейірім мен махаббатқа толған. Осының сыртын 1 қабатқа, 2 қабатқа, осындай қабаттарды толтыра береді. Бұдан шығатын түйін.
ешқашан ешкімге ешқандай тізім жасамаңыз. Сіздің тізіміңізге сай келуге ешкім міндетті емес. Осыны өзіңізге бір қатты, ол менің тізіміме сай келумен. Әсіресе енелер келіндеріне ренжиді, иә? Арамызда отырған шығар қанша енелер. Сөйтеді, менің келінім ондай, менің келінім мұндай деген сияқты неше түрлі осындай өзі қойып алады. И өзінің қойған осы бір ожиданиесіне сай келмей жатады, иә? Менің келінім, білмеймін, ана пәленшенің келіні осындай, менің келінім ондай емес деген сияқты да. Осы кезде сізде реніш пайда болады. Ол ренішті айтып тастасаңыз, кейбіреулер ладно айта алады. Егер де бір адам екінші адамның кішкене әлсіздігі, андай күш-қуаты жоғарылау болса, оның авторитеті жоғары болса, ол айтады: сен пәленше что-то мынандайға деген сияқты айтады. Ал егер келін енесіне ренжіген кезде ол айта алмайды. Ол оған мысленно критика жасайды. Менің енем вообще үйтсе болады ғой, ана қызына маған қарайды, ана қызына басқа қарайды да, маған басқа қарайды. Вообще негізі әр нәрсеге араласа береді. Короче, ішіңізде отырып аласыз да, дәл жаңағыдай слойды, жүрегіңіздің сыртына слойды өзіңіз жасай бересіз. Енеме ренжідім, күйеуіме ренжідім, ана енем бүйтті, мына жерде бүйтті, маған қызындай қарамады. Короче, осындай нәрселер. Примерно мен сіздерге психолог ретінде сутті түсіндіргім келіп тұр да. Яғни, ене сіздің, құрметті келіндер отырған болса, ене сіздің тізіміңізге сай келуге міндетті емес. Енелер отырған болса, келін сіздің тізіміңізге сай келуге міндетті емес. Әрине бұл олар құтырып кетсін деген де сөз емес. Кез келген нәрсені өзінің мерасымен түсінетін болса, қараңыздар, қалай адамдар тіпті бар ғой, аналар өзінің баласына ренжіп жатады да. Неге бір-бірімен ұрсасыңдар? Анау қараш, екі баласын салыстырады. Ананы қара, Әлиді қараш, жып-жуас та, бой жүрген көрдің ба, үйде жинайды, тап-таза қалады. Екінші бұзық баласына қарап, сен неге сол сияқты болмайсың? Яғни мына жерде бір баланың списогінің тізімі бар. Осында мынандай болу керек. Мына тізімге мына бала келмей қалды да, неге сен сондай болмайсың деп аламызда біз ренжиміз, балаға да ренжиміз. Яғни кімге дәл қазір ренжіп жүрсіз, есіңізге түсіріп көріңіз өзіңізге. Бұның бір шығар жолы бар, қараңызшы. Кез келген адамды бұл менің жасаған тізімім. Бұл менің жасаған тізімге сай келуге міндетті емес. Сол қалыпқа, мен қойған қалыпқа сай келуге міндетті емес бұл. Яғни қалай бар, сол кейінде өзгертпей тізімге сай қылмай, оның өзінің тізімі бар. Соның тізімімен мен өзіме қабылдаймын. Тағы кім бар? Күйеуді соның тізімімен өзіме қабылдаймын. Енені қабылдаймын. Ана қалай бар, сол кейінде өзгертуге тырыспай қабылдаған кезде мына жерге слой жамалмайды. Әрине бұл отырып алып айтуға оңай шығар. Бірақ мен әдейіге айтып жатырмын, қайталап, сіздің миыңыз қазір жаңадан ақпарат түсінетін болса, өйстіп сөйлесіп отқан күннің өзінде де, осындай сабақ тыңдап отырғанның күннің өзінде де кейбір кезде легкий обидалар фук-фук-фук деп кетіп қалады да, трансформация жүруі мүмкін. Егер де ауыр обида болмаса. Сондықтан да көп эфирлерде мен мысал үшін анау мынандай нәрсе, ожидание, сізге ешкім міндетті емес, ешкім ештеңе күтпеңіз деген нәрсені өте көп айтамын. Естеріңізде болсын, бұл өмірде біз біреуден бірдеңе күтсек, біздің өзіміздің жасалған тізімдерімізге біреу сай келмейтін болса, обязательно біз ол адамға ренжиміз. Демек, реніш деген нәрсе сіздің ожиданияңызға. Сіз күткендей сай келмей қалды ол адам. Сіз күткен рамкаға сай келмей қалды. Сіз күткен қалыпқа сай келмей қалды. Ренжідіңіз, ладно. Сіз бұдан кейін енді түсініңіз да, ренжисіз, кәдімгі давайте осы ситуацияны көріңіздер. Қазір енді кімге ренжісеңіз есіңізге түсіріп көріңіз да, не үшін, қандай ситуацияда ренжідіңіз, оны есіңізге түсіріп көріңіз. Осындай ана ренжідім. Неге? Потому что ол мені унижать етті. Потому что ол мені таптады. Ол маған ауыр сөз айтты, ол маған үйтті, ол маған бүйтті деген сияқты, Қазір ол нәрсені вторично выгода деген нәрсені подсознательным уровне установкамен жұмыс жасауды айтам. Бірақ қатты түсіндіріп айтқым келген нәрсе, сіздің ожиданияңыз орындалмай қалған кезде, сіздің тізіміңізге сай болмай қалған кезде, сізде обида көбейе береді. Сізде обида көбейген кезде, сіз денеміздің барлығы как будто бір энергетический тесіктер сияқты, біздің душамыз деген бар ғой, жанымыз, оның барлығы тесіле береді. Қанша адамға ренішіңіз бар. Ал ол тесілген кезде сізде тесіктен, мысалы тесік болып тұрса, нарасы, бұның ішінде махаббат, мейірім деген нәрсе ұсталмайды, ағып кете береді тесіктерден. Тура сол сияқты ешқашан ішіңізде мейірім, махаббат, позитив, настроение деген нәрсені ұстай алмайсыз. Ол ағып кете береді. Никогда довольны болып жүр деген нәрсе сізде жоқ. Постоянно үнемі недовольная, үнемі неблагодарная, өмірге шағымы бар, өмірге недовольный, адамдарға недовольный, вообще тағдырына недовольный деген осыдан шығады. Неге бізде осындай үнемі Құдай-ай қашан осы бітеді екен, ананың өмірі рахат, менің өмірім осындай, нанкы нахат деген кезде, бұл да бір реніштің түрі. Бұл кімге реніш? Бұл Аллаға реніш. Бұл біздің тағдырымызға деген реніш.
қашан тағдырыңызды да осы күйінде, неге мен тумай жатырмын, анау туып жатыр, неге қанша жерге бардым, Құдай-ай, осы бір бағым ашылмай қалған екен, сорым ашылмай қалған екен, или там балаңыздың тағдырына ренжу, өзіңіздің тағдырыңызға ренжу, біреудің білмеймін, әйтеуір тағдырды әңгімелеп, сол тағдыр неге осылай болды деп тағдырды қабылдамай оған қарсыласқан кезде Аллаға реніш пайда болады. Субханалла, өте қиын нәрсе бұл нәрсе. Өйткені біз тағдырды қабылдамаған сайын, қайда барасыз, бәрібір бізге жазылып қойды ол тағдыр, біз тағдырды қабылдамаған сайын ол ауыр бола береді. Сынақтар да болады, бәрібір сынақ келеді бізге, бірақ бәрімізге келеді сынақ, бірақ сынақты смотря кім қалай қабылдайды, қандай реакция береді, сол маңызды ғой. Сонда тағдырымызға разы болмаған кезде біз автоматически өзімізге күпірлік айтамыз, Аллаға күпірлік айтамыз да өзімізге шынымен де осындай бір, білмеймін, Аллахтың қаһарына ұшырауымыз мүмкін, оның рахымы мен мейірімінен махрұм қалып кетуіміз мүмкін екен да. Өйткені күпірлік деген нәрсе өте жаман нәрсе. Сондықтан дәл қазір сіздің тағдырыңыз қандай? Осы тағдырыңызға разы болыңыз, қабылдаңыз. Ажырастыңыз ба, жесір қалдыңыз ба, күйеуге тимей қалдыңыз ба, тумай қалдыңыз ба, папа мамаңыз жоқ па, или өгей ма, білмеймін, кішкентайыңызда мүмкін жетім өстіңіз ба, бұл нәрсе несправедливость, өмір несправедливо деп қабылдайтын шығарсыз, солай ойлайтын шығарсыз. Сіз қанша қиын болса да, білмеймін, осы нәрсе біз тағдырды қабылдаған кезде, сол күйінде тағдырымызды қабылдап, осы қолымыздағы бар тағдырдан, әркімнің өзінің қолында бар тағдырдан бақыт жасап алуға тырысқан кезде, ол бақыт жасаудың жолдарын жеңілдетіп қоя береді екен де Алла Тағала. Қолыңызда мысалы балаңыз жоқ па? Болды, понимаете, қалай баласыз-ақ бақытты болуға болады, қалай баласыз-ақ разылықпен, довольствомен өмір сүруге болады. Мен бір ғана примерді айтып жатырмын. Болмаса, мүмкін бар ғой, инвалид болып туылғандар бар, мүмкін біреулердің баласы инвалид болып туылғандар бар. Неге мен осы білмеймін ғой, неғып осындай, қай күнәм үшін маған Алла осындай жаза берді екен деген сияқты да, бұның барлығы күпірлік. Яғни реніштердің арасында Аллаға ренжу деген нәрсе бар, бұл ең ауыр нәрсе. Тіпті мынау жаңа слой дедім ғой, қабаттар. Бұл слойды түбірімен, жүректің барлығын түгелімен қарайтып жіберуі мүмкін да, Алла сақтасын, өте қиын нәрсе. Сондықтан енді әрине қорқытқым келіп отқан жоқ, бірақ принимайте свою судьбу. Өзіңіздің осы тағдырыңызды қабылдаңыз да. Әртүрлі адамдар бар, қараңызшы. Біреу шашы сары, біреу шашы көк, біреу орыс, біреу қазақ, біреу жаңағындай негритян деген сияқты. Бұл әртүрлі, яғни қараңыздар. Бірақ әр адамның бақытты болғысы келетін, ұмтылғысы келеді. Бәр адамның бақытты болуға хақысы бар. Мейлі өзбек болсын, ұйғыр болсын, қазақ болсын, орыс болсын, барлығының ұмтылатыны әдемі өмір, бақытты болғысы келеді. Бірақ қараңыздар, мен орыс бола тұра қалай бақытты болуға болады? Болмаса, мен қазақ бола тұра, болмаса бір ситуацияға байланысты. Мысалы, мен келін болдым. Келін бола тұра қалай бақытты болуға болады? Ене бола тұра қалай бақытты болуға болады? Ажырастым, ажырасқан әйелдерге қалай бақытты болуға болады? Болмаса, баласы жоқ әйелдерге қалай бақытты болуға болады? Бізге лучше осының жолын іздеу керек та. Неге мен ажырастым? Неге ондай болды? Неге деген сұрақты атсаңыз өміріңізден. Вообще атсаңыз, неге деген шайтанның ең жақсы көретін сұрақтарының бірі екен. Және лучше ол нәрсеге қалай деген, ол сұрақты қалай деген сұраққа ауыстыратын болсаңыз, иншалла бізге жол Аллахтың өзі көрсетеді. Сондықтан әрине бұл нәрсе оңай болмауы мүмкін. Енді қараңыздар, слойлар дедім ғой, бұлар біздің жүрегімізге ауырлық. Ауыртпашылық деген нәрсе, қараңыздар, аузы өзі айтып тұр. Яғни реніштердің барлығы ауырлық беріп жатыр. Жүректің үстін слой қабат басып тастады. Ауыртпашылық деген сөздің түбірі ауру деген сөзден шыққан. Яғни біз қаншалықты ренішті көп ұстаған сайын, өзіміз де ренжіген сайын, бізге де ренжіген сайын, біз барынша ауруға бейім боламыз. Біз оны басқа нәрселерде себептерден көруіміз мүмкін. Андегін сквозняк болып қалдым, үйттім, бүйттім, аяғым варикоз шығып кетті. Кез келген аурудың негізі түбірі бәрібір мимен байланысты, өте қатты байланысты. Осының ішінде 90%-ін осында обидалар алады екен, ренжітіп алады екен. Сондықтан жүректің дерті ғой, бұл ауыртпашылық деген нәрсе. Аллахым, мені жүрегімнің дертінен сақта, мені жүрегімнің дертінен айықтыр. Қараңыздар, егер қолым ауырса, бетім ауырса, әйтеуір бір жеріме, көзім, тісім ауырса, мен врачқа барамын да көмек сұраймын. Әрине, одан да сұраймын, Аллахым, мен тәнім ауырып тұр мына жерде, осы врачтың, яғни тісім ауырып жатыр, Раббым, шифасын бере көрші деп мен отырмаймын ғой. Аллахым, дәрі ішіп атсам, мысалы үшін, осы дәріні мен басым ауырып отыр, оған шипа ете көр.
су ішіп жатсам, Аллахым осы суды мен тісіме су шипа ете көр. Ішім ауырып запор болып жатсам, Аллахым осы суды не ішсеңіз де, болмаса врачқа барсаңыз, Аллахым осы бара жатқан алайын деп жатқан емімді, процедурамды маған шипа ете көр. Яғни Аллахтан тек қана дұға сұрап отырмайсыз, сіз дұға сұрайсыз да сол нәрсенің әрекетін жасайсыз да врачқа барасыз, болмаса дәрі ішесіз. Тура сол сияқты жүрегімізде дерт. Реніш деген бұл жүректің дерті. Бәрімізде бар нәрсе, иә. Тура сол сияқты Аллахтан сұраймыз. Аллахым, тәнімді емдегенің сияқты, тәніме шипа бергенің сияқты менің жанымды да, менің жүрегімді де дерттен айықтыршы деп әрине дұға сұрайсыз да. Болды, енді мен дұға сұрап қойдым деп отырмайсыз ғой. Сіз енді әрекеттерін жасайсыз. Алдымен міндетті түрде бірақ Алладан жеңілдігін сұрайсыз. Естеріңізде болсын, дұға сұрайтын кезде, любой нәрсе істейтін кезде мен көп эфирлерде айтамын. Жеңілдігін сұраңыз. Жетуіміз мүмкін трансформацияға, болмаса реніштен құтылуға, бәріміз жетуіміз мүмкін, бірақ қандай жолмен? Яғни Алладан кез келген дұғаны сұрайтын кезде жеңілдетіп қой. Маған жеңіл. Аллахым, адамдардың барлығын кешіруімді, өзімді кешіруімді жеңілдетіп қойшы. Жеңіл кешіруімді нәсіп ет. Жүрегімнің дертінен мен айықтыр. Жүректің дерттері бар. Жүрек дертке ұшыраған кезде, ол ауруға ұшыраған кезде, ол жүрек көп сезбей қалады. Аллахтың мына дүниеде берген нығметтерін, шүкірліктерін сезінбей қалады. Тіпті Алла сізге бала шаға берген шығар, қызыңыз, ұлыңыз бар шығар, бірақ фу деп соларға қарап бір нервіңіз шыға береді. Ашуланып балдарыңыз ұра бересіз, қырабыз, жоя бересіз. Білмейсіз, негізінде олар деген кәдімгі өмірдің гүлдері ғой, олар бірақ сезбей қаласыз. Бірақ ол үшін өзіңіз кінәламаңыз. Қазір онда жолын айтамын иншалла. Сондықтан қараңыз, дұғаны сұрауды түсіндіңіздер, Аллахым, менің жүрегімді дерттен айықтыр. Және жеңіл жолмен, Раббым, барынша менің жүрегімді дерттен, аурудан босат. Құтқара көр мені осы бір жүрек дерттерінен дейсіз да. Жаңағыда реніш сұраңыздар. Аллахым, өзімді, басқаларды, барлығын кешіруімді жеңілдет. Мені де кешіруін, ол адамдардың, мен ренжіткен адамдардың, олардың да мені кешіруін жеңілдет. Және қазір жерге сіздерге дұға шығарамда, атеге басында шығарып жатырмын, сақтап алыңыздар. Аллахумма иннаке ғафуун тухиббул афва фаъфу анни деген. Аллахым, расында сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, мені де кешірші деген. Негізі естеріңізде болатын болса, қадір түні айтылатын дұға. Қадір түні қандай дұға айтуға болады деп Айша анамыз пайғамбарымыздан Мұхаммед пайғамбарымыздан сұраған кезде осы дұғаны айтқан, осы дұғаны үйреткен. Әлі күнге мен тіліме жатталып қалған дұғаларым бар. Аллахым, просто жаттап, сіз қазір жазып, сызып, скриндап алатқан шығарсыздар. Ең басты түсінсеңіз болады. Қараңыздар, мағынасын түсінсеңіз болды. Аллахым, сен кешірімдісің, сен аса кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, мені де кешірші, мен күнә жасап қойдым деген сияқты нәрсе. Скриндап алыңыздар деп ойлаймын. Енді қараңыздар, бұл рухани жағы, Алламен байланыс, тағдырды қабылдау деген сияқты. Енді қараңыз, екінші жағы бар, психологиялық жағында жасаған күнәңізді мойындау. Ең алдымен, егер де сізді адамдар көп ренжітетін болса, күйеуіңіз, енеңіз, бастығыңыз, білмеймін, бөлеңіз, жиеніңіз, туысқаныңыз бәрі соңғы кезде әйтеуір елдің барлығы сізді ренжікіс болып кетсе, сіздің ішіңіздегі жаңағы реніштердің слойы үлкейіп жатыр, үлкейіп кетті деген сөз. Ішіңізде кімнің ішінде не үлкейіп жатыр, сол магнит сияқты тарта береді. Ренішіңіз үлкейтіп жатыр ма? Сіз ренжігіш адамсыз ба? Ренжуге бейім адамсыз ба? Сізді ренжігіштер табыла береді. Всегда табыла береді. Айналаңызда өзіңіз магнит сияқты тартып аласыз. Керісінше сіз жертвасыз ба? Мысалы, адамдар мені аяса екен деп, мысалы, кейбір кезде ауырмай тұрсақ та қалайсың десе, біреу звондап қалса, даусымызды бұзып, жақсы, әлі жазылған жоқпын, өздерің қалайсыңдар? Даусымызды сразу өзгертеміз, смс-ті сөйтіп жібереміз, не үшін? Анау мен, ойбу, жаным, әлі жазылмапсың ғой, өзіңе қарасайшы, сен кеше көп жұмыс істеп қойдың, или үйтсейші, дәрі әкеп берейін ба саған, деген сияқты. Не істеді анау адам? Ол мүсіркеп қарады, ол аяды. Осы бір аяуды біз қалаймыз да, есіңізде болсын. Сіз қашан адамдар мені кішкене болсын ішіңізде дәмелену, мені аяса екен деген дәмелену болса, сіз аяйтын жағдайға түсе бересіз. Адамдар аяйтын жертва жағдайына, аяушылық жағдайға, адамдар Құдай деп сыртынан бүйтіп мүсіркеп қарайтын жағдайға түсе бересіз. Егер де сіз адамдар мені аясын деген нәрсені көп айтатын болсаңыз, көп істейтін болсаңыз, сондықтан есіңізде болсын, өзіңізге бір сәт қараңыз. Сіз қандай нәрсені тартып жүрсіз? Ішіңізде не бар? Сіз магнитсіз. Мен магнитпін, сіз магнитсіз. Әркімнің ішінде магнит бар. Менің ішім барынша алдымен реніштінде барынша босатқыңыз келсе, алдымен просто желание керек, ниет керек сізге. Раббым, ішімді, миымды, жүрегімді толығымен реніш атаулыдан толығымен босатқым келеді. Құтылғым келеді, осы бір жүкті арқалап жүргім келмейді. Аллахым, көмектесші маған.
жеңілдетіп қойшы, сенің жәрдемің керек, мен білмей жатырмын, жолын білмей жатырмын, шамам келмей жатыр, нәпсім жібермей жатыр, күшім жетпей жатыр, білімім жетпей жатыр, мен білмей жатырмын, қолымнан келмей жатыр, сен маған көмектесші, сұрай беріңіз. Осы нәрсе айтып тұрмын ғой сіздерге, оны енді айтыңызшы, не істейміз, жолдарын, техника айтыңыз бірдеңе. Ең үлкен техника, ең үлкен мұсылманның қаруы ол дұға. Прям ештеңе білмей жатсаңыз, қолыңызды жайыңыз, Аллахтан сұраңыз, Раббыңыздан сұраңыз. Әсіресе дұғаның қабыл болатын уақыттарында, сәждеде жатқанда, өзіңізбен өзіңіз сәждеде жатқанда дегенде, нәпіл намаздарына сәждеде жатқанда, я Раббым, мен ішімді түгелімен босатқым келеді. Ал ол саған түк емес, сен құдіреттісің. Егер сен жәрдем берсең, онда барлығы тез жеңіл болып кетеді. Сенің разы болуыңмен, сенің жеңілдетуіңмен осы нәрселерден тез құтылғанды қалаймын. Құлың ретінде маған көмектесші, Раббым, сенен көмек сұраймын. Иә, мен көп күнә жасадым, мен мойындаймын. Мен сенің күнәһар құлыңмын. Осында көп күнәлар жасап қойдым. Бірақ менің күнәларымнан да сенің мейірімің, сенің рахымың одан да үлкен ғой. Яғни отырыңызда ештеңе білмей жатсаңыз, просто Алладан қолыңызды сұраңыз да дұғаңызды сұрай беріңіз. Ең үлкен техника, психологиядан да өтіп кететін, любой техникадан өтіп кететін ең үлкен техника бұл дұға. Бірақ шынымен де сіз Раббыңызбен от души жүрегіңіздің барлығын ашып, мойындап тұрып, тізерлеп тұрып, оның алдына сәждеде жатып тұрып, кәдімгідей сөйтіп құл екеніңізді оған білдіріп тұрып сіз сұрауыңыз керек. Бұл нәрсені білдіңіздер деп ойлаймын. Енді қараңыздар, келесі нәрсе мынау кешірім деген нәрсе. Абида деген нәрсе ең үлкен нәрсе. Сізді біреу кешіре алмай жатса, сіз біреудің бір нәрсесін істеп қойдыңыз, біреуді ренжітіп қойдыңыз, ол адам сізді кешірмей жүрсе, онда сіз өзіңізді кешірмей жүрген болуыңыз мүмкін. Алдымен сіз өзіңізді кешіріп алыңыз, сол кезде адамдар да сізді кешіреді. Ол уже миллион рет көзім жеткен және миллион процентке уже жұмыс жасайтын нәрсе. Өзімді қалай кешіремін? Өзімізді қалай кешіреміз, біліңізші, сіз өзіңізге үнемі сұрақ қоясыз. Бұл Алла бұйыртса, марафонның соңғы күнде мен сіздерге күшті техника беремін, бірақ қазіргі шет жағасын айтайын. Айтайықшы, бір өте үлкен, не үшін өзіңізді кешіре алмай жүрсіз? Алдымен не үшін мен өзімді кінәлаймын? Осының списоктарын табыңыз, мынандай үшін. Мына жерде мен мынаның қадірін білмегенім үшін, мына жерде күйеуімді ұрысқаным үшін, мына жерде не знаю, мамамды ренжіткенім үшін, мына жерде мынандай істегенім үшін, алдағаным үшін, ұрлағаным үшін, өтірік айтқаным үшін, измена жасағаным үшін білмеймін. Не нәрсе үшін өзіңіздің ішіңізде Құдай-ай, өзімді кешіре алсам ғой, шіркін-ай деген нәрсе, ұмытқым келеді сол бір нәрсе. Бол бар менде. Есіме түссе, өкінем, қатты өкінем. Неге ғана соны істедім мен деген сияқты осындай ішіңізде өкініш болса, біліңіздер, бұндай өкініштер барлық адамдардың өмірінде болатын нәрсе. Өйткені Аллах Тағала өзі айтты, құлдарың күнә жасаса, күнә жасайды, сосын қайтадан жасаған күнәсіне қатты өкініп тәубеге келетін болса, ол қатты қуанады екен Алла Тағала. Яғни сіз тәубенің 3 түрлі шарттары бар, тәубе еткен кезде қатты сол күнәңізге прям қатты жүрегіңізбен өкінесіз. Екіншісі, ол күнәні қайтып екінші жасамауға, сол қателікті екінші қайталамауға бекінесіз. Мүмкін өзіңізге сөз бересіз, мүмкін Аллаға сөз бересіз, Үшіншісі, истихфар жасайсыз. Истихфар деген Алладан кешірім сұрайсыз, шын жүрегіңізбен. Кешірімнің истихфар дұғасы деп қазір өзіңіз жазып алыңыздаршы блокноттарыңызға. Истихфар дұғасы деп Google-да іздесеңіздер, истихфардың түр-түрі шығады. Әртүрлі, прям ештеңе білмейтін болсаңыз, Аллахым мен кешірші, Раббым, Әл-Ғафур деген Аллахтың кешірімді деген, аса кешірімді деген есімі бар. Аллахым, осы Әл-Ғафур есіміңнің құрметіне мені кешірші. Аллахтың өзінің көркем есімдерін ортаға көпір қылып қойыңыз. Сол арқылы одан кешірім сұраңыз. Мысалы, бір адам ренжісіп қалатын болса, ортаға енді баршы жүрші, екеуміз бірге барайық. Жаңағы ортада бала бар, болмаса ортада қыз бар, сол үшін біріміз кешірсек, енді болмаса мынандай бар, ортада туысқан бар, ортада дос бар, сол үшін біріміз кешірейік дейміз ғой, яғни ортаға көпір қылып қоямыз. Сол сияқты Алланың өзінің көркем есімдерін, өзінің рахымдылығын, өзінің мейірімділігін ортаға көпір қылып қойыңыз. Сол есімінің құрметіне, Рахман, Рахим есімдерінің құрметіне, Ғафур есімінің құрметіне, Раббым, мені кешірші, мен қатты өкінемін сол нәрсеге. Және мен уәде беремін сол нәрсені екінші рет жасамауға саған деген сияқты. Болмаса, вот Аллах, егер сен маған өмір берсең, өлгенше мен енді қайтып бұл қатен қайталамаймын. Өзіме қатты сабақ болды, шекеме тиді бұл нәрсе. Вот тәубе деген нәрсе осы, жаңағыдай қайтып қатты өкініп істеген нәрсеңізді қатты өкінесіз да. Екіншісі, оны істемеуге бекінесіз, қайтып бұл істемеймін деп. Үшіншісі, истихфар айтасыз. Енді қараңыздар, бұл тәубе есігі деп аталды. Енді қараңыздар, Аллахтың өзі білді, күнә жасайтынымызды білді,
сөйтті де мен аса кешірімді, жаңа айтты ғой, Аллах тағала аса кешірімді, дұғаны көрсеттім, Раббым сен аса кешірімдісің. Алланың өзі бізді жарата тұрып, барлық нәрсенің үстем иесі болып тұрып, ол бізді кешірімді болып жатыр, иә. Біз өзімізді өзіміз кешірмейтіндей кімбіз деп айтайықшы, өзімізге сұрақ қойыңыз. Бұл бір. Екінші, сіз жаңағы боль бар ғой, есіңізге түскенде істейтін боль. Сол больді алыңыз да, білмеймін қандай ситуация болды, сіз біреумен қатты ренжістіңіз, ауыр сөз айтып қойдыңыз, енді ол адам сізге ренжіп жүр, сол үшін өзіңізді кешіре алмай жүрсіз. Анаң есіңізге түскен сайын өкінесіз. Тура сол ситуацияны алыңыз да, жазыңыз төбесіне, бір қағаз бен ручканы алыңыздар. Күшті техникалардың бірі. Қағаз бен ручканы алыңыз да, тура сол ситуацияны алыңыз. Мысалға, білмеймін, менің күйеуіммен ұрысып қалған болмаса, анамды ренжіткен, білмеймін, сол ситуацияны жазыңыз да, астына осы жағдай маған не берді? Что я получила от этой ситуации? Орысшасы. Қазақшасы, мен бұл ситуацияда не алдым? Плюстарын жазасыз. Табыңыз, іздеңіз. Мүмкін емес оның плюсы болмауы. Өйткені психологияда вторичная выгода деген нәрсе бар, иә? Жазыңыз, мысалы, именно содан кейін мүмкін сіз іздене бастаған шығарсыз. Мүмкін сізде осы ислами білім жағы дами бастаған шығарсыз. Жолын іздеп жүріп, кешірім қалай істеймін, қалай кешірем, или бірдеңе деп жүріп, мүмкін артық білім алған шығарсыз, артық трансформация. Мүмкін сөйтіп жүріп сіз психологқа барған шығарсыз. Мүмкін, білмеймін, мүмкін өзіңізге сөйтіп жайлап, ішіңізге үңіліп, жайлап өзіңізге жол тапқан шығарсыз. Или білмеймін, бұрынғыдан да мықтырақ болған шығарсыз. Bir есік ашылса, бір есік жабылса, екінші есік ашылып, мүмкін бұрынғыдан да өзіңізді жаңа қырынан көрген шығарсыз. Білмеймін. Кез келген больдан, кез келген сізге больно тиетін эмоциональный больді айтып жатырмын, ауырды айтып жатқан жоқпын. Кез келген эмоциональный больдан вторичная выгода табыңыз. Бұл деген сөз, бұл жағдай маған не берді? Мен бұл жағдайда не алдым? Мүмкін сабақ алған шығарсыз. Білмеймін, әркімнің басында әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Енді мен көбіне жеке терапия жасаған кезде, оны біз бүйтіп шұқылап отырып, қазбалап отырып, сұрақ қойып отырып анықтаймыз, иә, клиентпен. Бұл жерде өзіңізді өзіңіз қазбалайсыз, өзіңізді өзіңіз шұқылайсыз. Егерде вторичная выгодасын таба алатын болсаңыз, мүмкін емес, есіңізде болсыншы, біз обиданы, ренішті, мейлі сіз біреуге ренжісеңіз де, сізге ренжісе де, өзіңізге ренжісеңіз де, кімге ренжісеңіз де, ол астында вторичная выгода жатады. Мысалға, сіз бір адаммен араласқыңыз келмейді да, білмеймін, ол қайынбикеңіз ба, или бір жақын подругаңыз ба, білмеймін, көршіңіз ба, бір адаммен араласқыңыз келмейді. Ол звондаған сайын деп зор қаласыз да телефонды. Осындай кезде, яғни сіздің миыңыз подсознательно ойлайды. Так, менің хозяйыным, мысалы, мен ойлайды да, так, Балқияға Айнұрмен сөйлесу, или там Айгүлмен сөйлесу ұнамайды. Каждый раз сол звондағанда, немесе сонымен общение жасаған кезде, ана страдает, ана чувствует боль дейді да, ол сізге создает, сізге жағдай жасап жатырмын деп ойлайды ғой негізінде мозг. Сөйтеді да, ол сізге обида создавать етіп береді. Обида создавать еткеннен кейін сіз онымен ұрысып қаласыз, ренжісіп қаласыз, сөйтесіз да, онымен болды общение жасамайсыз. Я вторичная выгода деген примерно осындай. Болмаса, ата-анасына ренжіп қалады, кейбір кезде жасөспірімдер ата-анасына ренжіп қалады, или там кет қалады деген сияқты. Неге? Егер сөйтіп ата-анама ренжісем, ортада обида болса, я чувствую себя взрослой, самостоятельной. Вот өзімді самостоятельно сезіну үшін. Бұның барлығы енді установкаға келеді, иә. Яғни қараңыздар, егерде ренжіп жүрген болсаңыз, сізде ренжіп болатын болса, өзіңізге сұрақ қоя беріңіз. Бұл маған не үшін керек болды? Бұның қандай плюсы бар? Мен мынаған ренжідім. Мойындаңыз, ең бірінші этап ол мойындаңыз. И разрешите себе обижаться. Пока неге істедім, Құдай-ай, соны бекер істедім, мен жындымын, мен тентекпін, тыныш қана жүрмедім ба, маған бір сот жоқ қой, не істедім, нем бар еді, соны нем бар еді, сол жерге барып, нем бар, сол сөзді айтып, нем бар еді менің деген сияқты қайталай беріп, өзіңізді кінәлай беріп, чувство вины ояна береді. Өзіңізге огромный чувство вины болған кезде, сіз бір күні құндылығыңыз түсіп трапқа айнала бастайсыз. Расымен де есіңізде болсын, ол батпақтан, бұл трапка деген нәрсе, болмаса бұл жертва состояниеде сізді ешкім алып шығамайды, өзіңізден басқа. Біреу сізге, мысалы, сіз батпақта жатырсыз, батып баратырсыз, біреу сізге бүйтіп қолын тартып, бері кел, шықшы беріне батпақтан десе, деп оны да тартасыз да батпаққа қарай. Яғни сізге біреу көмектескісі келсе, сіз оны да батпаққа тартасыз. Әсіресе жертва состояниесіндегілер. Жертва дегендер, олар ответственностьті, жауапкершілікті біреуге артатындар, иә? Мен де емес, жауапкершілік болса да. Мен емес, мен бұл жерде вообще кінәм жоқ, мен негізі жаман ой ойламаған едім, мен ойым басқа еді деген сияқты. Өзін жоқ дейді да, жаңа жауапкершілік анау ғой деген сияқты. Яғни жауапкершілікті өзіңізге алмаған кезде, шағым айта берген кезде, сосын неосознанно болған кезде адам автоматически жертва состояниесіне түседі да, жертва, яғни батпағына батады. Жертваның батпағына батады. Ол батпақтан
пока сіз осознанно болмайынша шыға алмайсыз. Бұл бір. Екінші, жаңа өзіңе ренжіс айтып жатырмыз ғой, задайте себе вопрос, постоянно өзіңізге сұрақ қоя беріңіз. Не үшін? Не үшін осы обиданың артында қандай выгода бар вторичный? Бұл маған не үшін керек болды? Не үшін вот өзіңізге сұрақ, бір өзіңіз отырған кезде сұрақ қоя беріңіз. Бұның қандай плюсы бар? Менің миым, өзім миыңыздан сұрақ қойыңыз. Миым маған қандай плюс үшін бұл обиданы создавать етіп берді? Не үшін? Яғни соны тапқан кезде, ең бірінші диагностиканы тапқан кезде, ары қарай лечение, яғни емдеу оңай болады. Мысалы, басыңыз ауыра берсе, анаған бір барасыз, болмайды, мынаған бір барасыз, болмайды. Яғни неден екен, неден ауырып жатыр ол бас, гаймориттен ба, өтіңіз толған ба, остеохондроз ба, білмеймін, или бұрын сотрясение алдыңыз ба, білмеймін. Неден екен білмейсіз, басыңыз ауыра береді, ешкім таппайды. Бірақ бір мықты врач тапқан кезде, оны емдеу оңай болады. Оказывается, мен басым содан ауырады екен ғой, өтім толып қалған екен ғой деген сияқты да. Тура солай. Психологияда да больдің причинасын, обиданың причинасын тапқан кезде, өзіңізге деген реніштің не үшін екенін екінші астында вторичный выгодасын, оның плюсын, оның себебін тапқан кезде, диагноз қойған кезде, оны емдеу, одан құтылу оңай болады. Сосын жаңа айттым ғой, больді жазасыздар, қағазға больді жазып астында плюстарын жазып шығасыз. Вообще, знаете, 50, 60, 100-ге дейін жеткізсеңіздер вообще күшті. Кез келген сізге боль сыйлайтын ситуацияның, эмоциональны боль сыйлап тұрған, ішіңізді дейтін, қатты өкінетін бір ситуацияны алыңыз да, бір өзіңіз отырған кезде, или таңертең ерте тұрыңыз, или жатар кезде, соның бүткіл плюсын жазып шығыңыз астына. Сөйтіңіз да, ең астына барлық, уже жазу барысында сізде трансформация орнайды. Яғни сіз сол гештальтты жабасыз. Гештальт деген нәрсе, бір есік ашық қалып кетті, сіз ол есікке постоянно қарай бересіз. Мен бүйтіп алдыма қарай жүріп баратырмын да, бірақ мен есікке қарай берем, алдыма қарамаймын да, мен есікке қарай берем, мен алдыға қарай жүре аламын ба? Сәл жүремін да, анаған қараймын, яғни менің жүрісім баяулайды, мен анау баруым керек болған жерге жете алмаймын, мына не закрыты гештальт болған кезде, мына жақта есік ашық тұрған кезде. Бұл есікті жауып, қайтып қарамайтындай, бір рет до конца қарамаңыз, жабыңыз, кеттік, алдыға қарай жүріңіз қайтадан. Яғни бұл да бір психологтың жұмысы. Әрине, егер де шамаларыңыз келсе, өміріңізде хотя бы бір рет ішіңіздегі ренішпен жұмыс жасау үшін психологқа барыңыздар. Расымен де, бірақ ислам шеңберіндегі қуып кетпейтін кәсіби маманға, ғылыми жолдармен жасайтын кәсіби психологқа, психотерапевтке хотя бы бір рет болсын барыңыздаршы деп мен өтініш жасайтын едім сіздерге, кәдімгі психолог маман ретінде да. Егер әрине мүмкіндіктеріңіз болса, яғни сіз целдің ішіне қосатын болсаңыз, арманға қосатын болсаңыз, Аллахтан сұрайтын болсаңыз, Аллаға түк емес, Аллаға жеп жеңіл ол да, сізді психологқа апару, өзіңізбен жұмыс істеу деген нәрсе. Сіз дайын болған кезде сіздің алдыңызға келеді, өз психолог та келеді, барлығы келеді. Біз өзіміз дайын болмай жатамыз көбіне. Енді қараңыз, жаздыңыз ғой, больдардың бәрін жаздыңыз. Осы больдардың, яғни больдің бәрін болған кезде бір боль жаздыңыз да, оның плюстарын жазып шықтыңыз. Вторичный выгодаларын бәрін жазып шықтыңыз. Сізге берген осы больдардың жазған кезде ең соңында уже гештальт жабылады, есік жабылады. Сол кезде мен бұл ситуация үшін Раббым саған шүкіршілік айтамын. Мен бұл ситуациядан, дәл осы жағдайдан осындай сабақ алдым, өстім. Бұл ситуацияны сынақ ретінде қабылдадым. Раббым, келесі рет осы нәрсені жасамауға тырысамын, босаттым, кешірдім, өзімді де кешірдім. Раббым, саған сан шүкірліктер болсын деп, кәдімгідей сол нәрсені, не знаю, өртеп тастаңыз, жағып тастаңыз. Бірақ 2 күн, 3 күн өткеннен кейін, кәдімгідей уже сіздің миыңызда жаңа трансформация прикрепляется, содан кейін жеңілдікті байқаңыз. Кәдімгідей жасап көріңіздерші, кімде боль бар, эмоциональный боль бар да, ұмыта алмай жүрген, білген, сондай сізге бір қатты депрессияға, стресске түсір жіберетін осындай бір жағдай болса, сол түсірген жағдайдың плюстарын жазып шығыңыз да, ол нәрсені қағазға түсіріңіз, іздеңіз плюсын. Және тағы бір адамға сіз ренжіп жүрген болсаңыз, қатты сізді бір адам ренжіткен болса, дәл қазір біреуге ренішіңіз болса, қағаз бен қалам алыңыз да, сол адамның атын жазыңыз төбесіне. Сосын сол адамға деген бүткіл плюстарыңызды жазыңыз алдымен. Бірінші плюстарын жазып алыңыз. Сосын қараңыздар, ең алдымен сіз сол адамға деген ренішіңіздің барлығын шығарасыз. Ішіңіздегі мынандай А4 бумагадан, төртеу болу керек. Ең біріншісі, сіз осы адамға деген сен мені өйттің, сен мені бүйттің, сөйттің, жаңа миыңызда тұрған бүткіл каша, малаша, мусордың барлығын маған түсіресіз. Әрине, бір адамның өзіне 4 бет жазуыңыз мүмкін. Бір адамға. Ондай ренжіген қанша адамымыз бар біздің, Енді бұл бір ұзақ жолдардың бірі да, бірақ артында өте үлкен сый бар, иншалла.
жазасыз алдымен ренжіткен нәрсе, сен мені үйстің, Айгүл осы жерде ренжіттің, сен үйттің, бүйттің, бүйттің, миыңыздағы мына ренжітмерде тұрған нәрсенің барлығы маған түседі, қағазға түседі. Бұл бір. Екінші, астына кәдімгідей мен саған благодарность жазыңыз. Мен саған осындай нәрселер үшін разымын. Не үшін разысыз ол адамға? Зато мен саған ренжіген шығармын, бірақ сол ренжіштің арқасында зато мен мынандайды түсіндім, мен мынаны түсіндім. Немесе сол адамның бойындағы плюстарды. Бірінші обидаңызды жазыңыз да артынан обязательно благодарность жазыңыз. Яғни ол адамның плюстарын жазыңыз. Жаңағыда больдің плюсын жазыңыз ғой, тура сол сияқты. Сол кезде сіз бұл обиданы да отпускаете, иншалла, оңай отпускать етесіз, және бұл гештальтты жаба аласыз, Алла бұйыртса. Және білесіздер ма, синхронность деген нәрсе бар да. Вот сіз біреуге ренжіген болсаңыз, және білген одан қалай ренжішімді, қалай кешірім сұрарымды білмей жүрмен одан, қалай барсам екен, қалай не істесем екен дейтін болсаңыз, ол адамның алдына бармай-ақ, синхронность деген нәрсе бар да, бармай-ақ проблеманы шешуге болады негізінде. Қалай?